Тура бұл уақытта Көлқайнар деген суы мөлдір, мол бұлақты қоныста жатқан еді. Ауыл тұрғындары үш аттыны алыстан таныды. Сөйттіре шуласа кетті. Үй ішінде жүрген Абайдың шешесі Ұлжан, ұлының шамамен осы күні келетінін алдын ала болжаған. Абыр-сабырды ести сала ол да төрде тұрған енесі Зерені хабарландырып, сүйбелдеп сыртқа шығады. Абай асығып аттан түсіп, шешелері тұрған топқа жүре бергенде, Ұлжан оған анандайдан тұрып, балам, әуелі ар жағында әкең тұр деп, әкесіне барып сәлем бергені жөн екенін айтады. Бала жалт қараса, қонақ үйдің тұсында Аға Сұлтан Құнанбай, оның тоқал шешесінен туған інісі Майбасар мен Майбасардың атшабары Қамысбай тұр екен. Әкесін байқамай қалғанына ыңғайсызданған Абай солай қарай беттейді. Онымен қатар Құнанбайдың жанына Байтас пен Жұмабай да келеді. Үшеуі жамырай амандасады. Құнанбай тез бұрылып қысқа амандық сұрасады. Бойың өсіп ер жетіп қалыпсың бала. Біліміңде дәл солай өсті ме дейді ол. Абай алғашында бұл күйкету ме, әлде расымен білгісі келіп сұрап тұрма, түсінбей қалады. Кейін сұрақты жауапсыз қалдырмау үшін, шүкірлік әке, ат барған соң дәріс тамам болмаса да, Қазіреттің рұқсатын алып қайттым дейді. Үлкендер баланың жауабын құп көреді. Құнанбай Абайды шешелеріне жібереді. Оның қаладан келген үшеуімен сөйлесіп тұруға уақыты жоқ еді. Себебі көңілдің бәрі дәл сол уақытта алыстан келе жатқан 4-5 атты адамда болады. Абай шешелеріне жеткенше жол жөнекей ауыл адамдары оны кезек-кезек сүйіп құшақтап мәре-сәре болып жатты. Құнанбайдың сұлу тоқалы Айғыз осы уақытта мына жаман қатындар баламыздың бетінен сүйер жер қалдырмады ғой деп, оның көзінен сүйді. Ұлжан ұлын сүймеді, тек құшақтап маңдайынан иіскеді де әжесіне қарай жіберді. Әжесі Зере маған емес, бірінші әкеңе бардың деп ұрысты да, немересі құшағына кіргенде құлыншағым деп кемсеңдеп, жылауға айналды. Оқылым тап. Мәні балалар, оқылымға назар аударып, бейне жазбадан кейінгі беруге сұраққа жауап берейік. Жасап тыңдап алып, түсіндіге, әңгіменен сәлемдесудің қандай жөн-жосығын байқадыңдар бірінші сұрақта. Екінші сұрақта, Абайды телғара деп атауының қазақтың қандай әдет-ғұрпы байқалады. Зере әжесінің жаман неме деп қарауының айтылуының себебі не? Осыған назар аударайық балалар. Кәніде іске сәт сұраққа жауап береміз. Кім жауап береді? Біз бекер жазбаны ал аяғын айта қой. Ол жерде Абай өзінің әкесінен қолын көкірегіне қойып, еңкейіп сәлем берді. Амандасып жатыр, иә? Бірден қол алысуды айтпады. Ал тағы Абайды телғара деп атауының себебі не? Мұнда біз қандай әдет-ғұрпты байқап тұрмыз? Не себепті Абайды телғара деп атады? Үміт айта ғой. Себебі жеңесі, қайын-інілерін, қайын-сіңлілерін олай өз атымен атауы болмайды. Оған басқаша есім беру керек. Есіммен Абайды деп атаптыр, телғара деп атаптыр ма? Жарайсың, ары қарай кеттік. Үшінші сұраққа, Зеренің әжесі жаман неме деп, неліктен немересін жаңағы қандай сөздермен қалай еркелеткен? Не себепті жаман неме депті? Абай, қанша айта қойшы? Не себепті? Өйткені ол әкесін көрген кезде бірінші амандасты. Одан кейін әжесі оған ренжіп, сен бірінші әкеңмен амандастың, немен емес деп. Солай, жаман неме деп айтты. Тағы да қандай сөздерді байқаймыз? Мысалға, айта қойыңыз. кішкене шақалақ бөпені көрген кезде оған үлкен кісілер жаман неме деп тұтайсына деп түкіреді. Себебі көз тимес үшін осындай әдет-ғұрпымыз, иә? әдет-ғұрпымыз. Яғни, балаларға жаңағы бірден атын атау мақсатында айтылмауы, оған біздің салт-дәстүрімізде, яғни біз бұндай сөздерді табу деп атайды. Табу сөздерінде біздің оқылым мәтінімізде беріліп тұрғандай, Абайды жаңағы жеңгелері телғара деп атаған болса, әжесі оны жаман неме деп, яғни Абайдың керемет дана екенін біз білеміз, ал бірақ оны әжесі жаман неме деп еркелеткен болады екен, иә? Балалар, ары қарай тапсырмамызға назар аударайық. Оқылым барысындағы беріліп отырған оқулыққа назар аударсаңдар, балалар, біз өткен сабақта үстеуді өткен болатынбыз.
не екен балалар, иә? Үстеудің неше мағыналық түрі бар еді? Кім айтып жібереді? Еске түсірейікші. Айта ғой, қандай еді мағыналық түрлері? Себеп салдар үстеуі, мақсат үстеуі, мекен үстеуі, мезгіл үстеуі, сыйқима үстеуі, мөлшер үстеуі. Жарайсың. Соның ішіндегі мекен үстеу дегеніміз не екен? Мекен үстеуі дегеніміз қимыл іс-әрекеттің амалдардың мекенін, орнын, бағытын білдіреді екен, иә? Ол қандай сұраққа жауап береді екен, Айбек? Қайда деген сұраққа жауап береді. Қай жерде болған? Яғни мысал келтіретін болсақ, төмен, Абылай айта қойшы, жоғары, ілгері, әрі, бері, алға, артқа, тысқары және тағы басқалар, иә? Міне бұл мекен үстеуге жатады екен. Біз мысалдарына мысал келтіріп отырмыз. Қазір оқылып тапсырма барысында мына мысалдарды еске түсіріп алыңдар, жастар естеріңе сақтаңдар. Мекен үстеудің не екенін білді, қандай сұрақтарға жауап беретіндігін білдік. Енді ары қарай біз балалар тапсырма орындаймыз. Оқулығындағы кітаптарында аша қойыңдар, тапсырмаға қараңдар. Қазір жұптық жұмысын жасаймыз. Тапсырмаға назар аударамыз. Мәтіннен мезгіл және мекен үстеулерді тауып, мәндес сөздерді жазамыз. Бірінші бағанаға мезгіл үстеуді, екінші бағанаға мекен үстеуді жазамыз. Яғни жұптық жұмыс барысында бірінші жұп Ханшайым мезгіл үстеуді жазатын болса, әдемі мекен үстеуді жазады. Ал Абылай мезгіл үстеуді жазса, Абылай мекен үстеуді жазады. Содан кейін біз бір-бірімізге алмасамыз. Сендер де солай істейсіңдер топта. Жарай ма балалар? Яғни бір-бірімізбен алмасамыз, жұптық жұмысын жасаймыз. Sen meken üstüyünce dedim ordunuz ne? Allah söylemek solacak sesinden. Жұптық жұмысымызды жасаймыз. Айселер, сендеріңіз сен екі жұптың да жұмысын жасайды, жарай ма? Содан кейін барып алмасамыз. Al okuyor. Hani bir şey bulduk ben, sen bulduk ben. Kaç top buldu? Hazır abay.
Bitti. Ballar bo'ldi, söyleyimiz kan? Ayağından doğru söyleyeyim mi? Kaç ayağımız doğru söyleydim mi? Arkadaşlar doğru söyleydim mi? Tabii değil. Kaç ayağımız? Al. Ayağından söyleyip oyunda. Birinci istedim, ikinci istedim. Misalını keltirip aytamayın belki. Mezgil üstөлөрүнө таң эртеңден кыстыгыны эртең күнү бою күнү эртең багана баягыдан кечеден бери жатады. Okuyatında bakarız ya vallahi. Dürüst ayıp okuyatırma. Деген үстемде сыпара осында мұнда кері артқа алға кері арттан төмен жоғары сөздер жатады. Сөздері жатыптыр ya. Жарайсыңдар. Ал қалғанын топ арқылы шешеміз. Яғни қалып кеткендері бар ма арасында? Кім айтады? Қалып кеткен жаңағы егер мәтіндегі қалып кеткен сөздер болса, атап жібере қой. Бізде қалып кетті. Олар көп жазды. Сендер керек жер өздеріңе білмегендеріңді түртіп алдыңдар ғой, ya, жарайсыңдар. Мына қаншайымның тобы бүгінгі сабақта өзінің белсенділігін арттырды. Жарайсыңдар. Айсәре бүгін өткен сабақта өте белсенді болған болатын. Бүгінгі сабақта неге біз жаңағы білімімізді көрсете алмай отырмыз? Айсәре белсенділік танытамыз сабақта, жарай ма? Өте жақсы. Бүгін Абылай белсенді қатысты.